Қайырлы күн көрермендер, бүгін сіздермен пайдалы да өте дәмді кешкі асқа нағыз керемет тағам жасаймыз. Ендеше орам жапырақты жіңішкелеп турап аламыз. Бір дана үлкенірек сәбізді үкіштің үлкен көзінен өткіземіз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалынатын тағам. Бізге енді 2 кішірек немесе 1 үлкен пияз керек, жарты айшық етіп турап аламыз. 5-6 дана орташа картоп керек, оны мен дөңгелектеп, осылай жіңішкелеп турап алдым. Және тауықтың 2 төс етін уақтап турап алдым. Немесе кез келген фарш қоссаңыздар болады. Тағамды пісіретін противенге пияз бен картопты салып, 3-4 ас қасықтай сұйық май құямыз. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш қосып араластырып, 1-2 етіп шайпалаймыз. Шұңғыл ыдыста бізде орам жапырақ, сәбіз, тауық еті бар. Оған 2 жұмыртқа, тұз, қаймақ, қаймақтың пайызы маңызды емес, кез келген дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Мендегі қаймақтың пайызы жоғары болғандықтан мен кішкене қаймақ және су қостым. Ең бастысы құрғақ болып қалмау керек. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді және тұз қосамыз. Енді осыны картоп пен пияздың үстіне салып, тегістеп жайып шығамыз. Бетін фольгамен жауып, 200 градуста қызып тұрған пеште 40 минутқа қоямыз. Қырық минут өткен соң фольгасын алып, ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп, сеуіп шығамыз. Бетін фольгамен жаппай, пешке 15 минутқа қоямыз. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Балаларға ұнаған сондай орам жапырақтың бар екеніне қарамай сүйсініп жеп алды. Рецепт сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Өте оңай және дәмді тағам. Жасап көріп комментарий бөліміне пікіріңізді жаза отырыңыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.